Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода біз мына күзгі сарымсақты отырғызу жайлы келіп түскен сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Ол сұрақтардың бірі мына күзгі сарымсақты отырғызудың уақыты жайлы. Қай кезде отырғызамыз? Батыста қай кезде болады, Қызылордада қай кезде болады, немесе Астана жақта қай кезде отырғызған дұрыс. Жалпы сарымсақты отырғызудың қандайда бір айға немесе айдың датасына байланып қалған кезеңі жоқ. Бұл жерде біз ауа райының суықтың түсуіне соған бағыт бағдар жасауымыз қажет. Ең бірінші жасалатын белгісі ол жерде қатты аяздың суықтың түсуіне 2-3 апта қалған кезге дейін отырғызып бітуіміз қажет. Одан әрі қарай отырғызатын болсақ, сарымсақтарымыз тамыр шығарып үлгермейді. Тамыр шығармағаннан кейін олар қыстың суығынан аздап зардап шегуі мүмкін. Сондықтан да біз аяздың түсуінен 2-3 апта бұрын отырғызып бітуіміз қажет. Ол енді әркімнің өңірінде әрқалай болуы мүмкін. Ол уақытты шамалап өздеріңіз белгілесеңіздер болады. Бізде осы Алматы өңірінде, Алматы төңірегінде қазан айының ортасы, қазан айының аяғына дейін жалғасады отырғызу уақыты. Ал енді отырғызу уақытының басталатын кезеңі қай кез дейтін болсаңыздар, ол енді отырғызудың басталатын уақыты қатты аяздың, тұрақты аяздың түсуіне 1 ай қалған уақыттан бастап, сол енді 2-3 апта бұрын соны тоқтатуымыз қажет. Сол енді 2 апта аралығында отырғызып біту қажет. Бірақ та мен биыл ерте отырғыздым. Менің отырғызғаныма 20 күндей болып қалды. Көретін болсақ, ерте отырғызған кезде осындай жағдай болады. Ерте өсіп шығып кетеді олар. Бірақ та енді түк отырғызбай қалғаннан маған ерте отырғызу маған биыл тиімді болды. Өйткені менде кейінірек отырғызуға мүмкіндігім болмаушы еді. Басқа бір менің жоспарларым болды. Сондықтан да мен ертерек отырғызып тастап, осындай нәтижеге келіп отырмыз. Бірақ та ерте отырғызу түк отырғызбай қалғаннан жақсырек. Сол сияқты кеш отырғызуда, егерде аяздың түсуіне 1 апта қалып қалса да, сіздер отырғызып үлгерсеңіздер, түк отырғызбай қалғаннан ол жақсырек. Негізі сол ең дұрыс уақыты сол аяздың түсуіне 3 апта қалған уақыт, сол кез дұрысырек болады. Бірақ та дәл аяздың қай кезде түсетінін біз де біле алмаймыз. Әр жылы әрқалай болуы мүмкін, кейбір жылы ертерек болуы мүмкін, кейбір жылы кешірек болуы мүмкін. Сондықтан да біз осыны шама мөлшерінде аламыз. Әдетте біз осыны отырғызуды қазан айының 10-15 немесе 20 шамаларында отырғызамыз. Егерде басқа тығыз шаруалар болып қалмаса, солай жасаймыз. Өткен жылы сол кезде отырғыздым, ал енді биыл мен кішкене ертерек отырғыздым. Одан кейін осы тақырыпта қойылатын ең көп сұрақтардың бірі, ол отырғызғаннан кейін суарамыз ба? Сарымсақты отырғызып болғаннан кейін суару қажет па деп. Егерде мен отырғызған кезде видеоны қарасаңыздар, сол кезде менде ылғал жеткілікті болды. Бізде топырақта ылғал өте тамаша болды. Ондай жағдай болса, ешқандай судың қажеті жоқ. Бізде осы сарымсақтарды 7-8 жылдар шамасында отырғызып келеміз. Жыл сайын осылай отырғызамыз. Өз өнімімізден осылай жинап қалдырып қоямыз. Одан кейін оларды қайта отырғызып, осылай жалғасып келеді. Бірақ та дәл мынандай ауа райы бізде мен бірінші рет көріп отырмын. Мынау сияқты күз мезгілінде топырақтың құрғап кетуі бізде бұдан алдын ондай болған емес. Бізде әдетте қазан айында жаңбыр көп болады, топырақта ылғал жеткілікті болады. Мен бұған дейін ешқандайда сарымсақты отырғызғаннан кейін су құйған емес. Ал енді биылды қарасақ, мынандай топыраққа енді су құймасаң болмайды. Өйткені мына жатқан сарымсақтарымыз тіпті құрғап кетуі мүмкін. Тамыр шығарған болса, ол тамыры құрғап, қурап қалуы да мүмкін. Сондықтан да бұл жерге не істейміз? Қазір суды құюға тура келеді. Ал енді сіздер осындай құрғап жатқан жерге бірінші енді ғана отырғызатын болсаңыздар, ол кезде алдын ала осы құрғақ жерді суды құйып, 1-2 күн бұрын жақсылап су құйып, кішкене жұмсартып алған дұрыс. Ылғалдығын жақсылап қалпына келтіріп алған дұрыс. Одан кейін жұмсартамыз. Одан кейін отырғызып болғаннан кейін топырақта ылғалдығы болса, ол кезде су құюдың ешқандай қажеті жоқ, дәл отырғызғаннан кейін. Одан кейін осы сияқты біздегідей ауа райы өте құрғақ, жаңбыр жоқ. Бізде жаңбырды болмағанына 3 аптадан асты. Сол сарымсақты отырғызған кезден 1 күн бұрын бізде жақсы жаңбыр жауған. 1 тәулік бойы одан кейін бізде жаңбыр болған жоқ. Осы сияқты құрғап кетіп жатса, ол кезде
осы отырғызылған сарымсақтың үстіне су құю қажет болады. Бірақ та бұл жерде бір ерекшелік бар. Егер де біз осы жерге тікелей осы лейкамен қазір суды құятын болсақ, мына жеріміз тас болып қатады, беті қатып қалады да, кейін ол жарылады. 2 күннен кейін мына жерге күн түседі, тағы бірдеңе жел болады, жарылып, одан кейін бұл жер одан да жаман халге келеді. Қазір кішкене мынау жұмсақ болып тұр ғой, одан да жаман халге келіп қалады. Ондай жағдай болмау үшін қазір не істейміз, оны қазір сіздерге көрсетемін. Мына жерде бізде сарымсақ отырғызған 2 қатарымыз тұр. Оған егер де біз осылай суды құятын болсақ, одан кейін осы күйі біз қалдырып қойсақ, мына жеріміз 2 күннен кейін қайтадан тас болып бетонға айналады. Топырақ қатып қалады, одан кейін жарылулар пайда болады бұл жерде. Сол нәрсенің алдын алу үшін біз бұл жерге осы сияқты жабындыларды жабамыз. Бұл енді бізде кез келген мына арам шөптердің шіріндісі, шөп шалаңдарды негізі жинап үйіп қойған дұрыс бір жерге, осы сияқты шіріндіге айналады. Сол кезде мынау сияқты жабындыға, орысша айтқанда мульчаға қолданғанға өте тамаша осындай. Осы күйі біз 5-6 сантиметр немесе 7-8 сантиметр қалыңдықта осылай жауып шығатын болсақ, мына жерімізді қатудан сақтайды біріншіден, екіншіден бұл бізге тыңайтқыш болады. Жердегі құрттар, қызыл құрттар оны өңдей бастайды. Бір жағынан бұл ылғалмен, қармен, жаңбырдың суымен шірейді. Одан кейін не болады? Біздің мына сарымсақтарымызға бұл тамаша азық болады. Бұл жерде мына жүзімнің сабағы бар. Неше түрлі мына шөптердің 2-3 жыл бойы жатқан осындай шіріндісін біз осылай пайдаға асыруға болады. Егер қалыңдау қылып салуға мүмкіндік болса, қалың қылып салса болады, немесе кемінде 5-6 сантиметрдей қалыңдықты жасаса, сол негізі жеткілікті. Бұл жерде бұл жерге көлеңке жасап тұруға, және де мына ылғалды ұстап тұруға, жерді қатырмауға де тамаша өзінің септігін тигізеді. Осындай жабындыны жабамыз. Енді осының үстіне суды осылай құя берсек болады. Енді бұл жердің қатып қалуынан біз ешқандай қорықпаймыз. Және де жарылып кетуінен қорықпаймыз. Біз осы сарымсақ отырғызған қатарымызды соңына дейін осылай жауып шығамыз. Одан кейін бір қатар су құйып шығамыз. Сонымен бүгінгі жұмысымыз аяқталады. Осы жерде біз көрсеткендей, мына сарымсақтарды отырғызғаннан кейін осы сияқты егерде топырақтар ылғалдығы кетіп қалып, қатты құрғап кетіп, су құюға қажеттілік туындап жатса, ол кезде осы сияқты жолмен құйыңыздар. Ал енді мына жай топыраққа су құйып қоятын болсаңыздар, ол кезде ол жерден біз жақсы нәтиже ала алмаймыз. Сондықтан да осылай жасау қажет. Бұл қатарды біз аяғына дейін жеткіземіз. Содан кейін осылай суды осы әдіспен құйып шығамыз. Бүгінге осындай мәлімет, келесі эфирде кездескенше.